Сәлем, сәлем. Менің каналыма қош келдіңіз. Мен қазір сыртқа шыққалы жатырмын. Соған кішкене бетімді бояп алсам ба деп. Алдында қушан қой. Қазір сәл бояп алайын. Қатты емес, мен қатты бояғандаса ұнатпаймын. Кішкене ғана жағында. Не істеп жатсыздар? Комментарийға жазып отырыңыздар, кім не істеп жатыр? Шекем ағарып қалды, я? Мен сол балаларды сабаққа шығарып тастап, төртеуін тамақтарын беріп, енді өзім шығып қайтсам ба деп отырмын сол. Қазір ерініп қалмасам. Шыққанымда влог қылып түсіремін. Көресіздер ғой. Күндіктер. Осындай уақытта мен жалғыз отырамын. Екеуі сағат 1-де оқиды. Екеуі сағат 2-де оқиды. Екі уақытта сонда 4-тен. Негізі 4-еуде бір мектепте оқиды, бірақ мектепте орын болмағандықтан уақыттары әртүрлі сондай. Бір жағынан жақсы. Сартаймен әдемі кетсе, бір үлкен, бір кішкентай ғой, Сартай әдемі ертіп кетеді, ал көркем Нұрәлиді ертіп кетеді. Мен көп мұрт кеттім ғой деймін, иә. Сол қазір шығатын боламын. Народныйдан кіріп ақша шешіп алдым. Енді магазинге кіріп керек заттарымды алып. Блинница. Үйде блинница дұрыс етпей қабетті бір жапсып. Осыны алсам бекен. Гранит. Мечта. Так. Жаңағы термосты мен өзімше роддомға қарап жүргенмін ғой. Керек болып қала ма деп. Мынандай хлебницалар бар екен. Мынаған нан салсаң, бауырсақ салсаң, іші май болып кететін шығар. Осындай сақтық жүрге киген жақсы көрем, аралап, керек затыңды асықпай алып, қайтасын. Мәселет. Үйге келдім. Үйге келіп, заттарымды реттеп, орнына салып, түгелін. Енді өзім асықпай шай ішіп алсам ба деп отырмын. Сағат деген уже 4:30 болып кетіпті. Қазір 5:15-тен бастап балалар келе бастайды сабақтан. Тез оларға тамақ жасап үлгеруім керек. Бүгін завтрактан кейін ештеңе ішпедім. Жаңа аласа бердім, дәмі қандай екен. Асытып алғам, суық қапты уже. Нормально. Не берейін деп тұрмын саған? Не салатың? Жаным, не берсең де қуанып тұратын. Кішкентай мелочь болса да қуанады ғой. Саған не алдым? Саған да ұнай ма? Мен қандай? Кешке дейін ақыры қағаз құртып сурет салып жатасыңдар ғой, осыны бояңдар. Мен қандай?